Петропавлда велоспорттан жазғы маусым жарыстары басталды. 3 жас тобындағы өткен жарыста облысымыздың бірнеше жас жеткіншектері қатысты. Айта кету керек, еліміздің басқа өңірлерінде маусымның ашылуы климаттық өзгерістеріне қарай сәл ертерек басталған болатын. У нас проводится первенство города. Қалалық ашық біріншілік 3 жас тобында өтіп жатыр. Төменгі топтарға 5 шақырымды, орта топтағылар 10 шақырымды, ал ересек топтағылар 20 шақырымды жүріп өтеді. Жарыс қорытындысы бойынша команда жасақталып, омбыдағы халықаралық турнирге қатысатын боламыз. Алтын Көккөзова кішкентайынан велосипедке құмар, қазір арнайы спорт мектебінде тәлім алады екен. Бірнеше рет республикалық жарыстардан жүлдегер атанған қыз сайыста тек өзінен жеңіс күтемін дейді. Велоспортпен айналысқаныма 2 жыл болды. Сәл жарысқа барғаныма да әр жыл барамыз Астанаға трекке. Осы Петропавлда да болады. Жарыс көп. 3-ші, 2-ші орын алғанмын. Жеңіс күніне орай велошабандоздар ардагерлердің құрметіне шеру өткізуді жоспарлапты. Ал жарыс қорытындысы бойынша жеңімпаздарға арнайы медальдар табысталды.